Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ата заңымызға түзетулер енгізу бойынша республикалық референдум өткізуді ұсынды. Референдум қазақ халқының құқықтық қайнар көзі. Нормативті құқықтарды өзгерту мен түзетулер арқылы біз жаңа Қазақстанды бірге құрамыз. Елде болғалы жатқан саяси қоғамдық өзгерістерге жастардың белсене қатысуы өте маңызды. Өйткені әділетті Қазақстанның игілігі алдымен біздер үшін қажет. Сондықтан біз жастар бұл референдумға қатысамыз. Жаңа Қазақстан, жаңа басқару моделі. Мен референдумға қатысамын және өз қатарластарымды қатысуға шақырамын. Жаңа мемлекеттік жүйе ашық қоғамда қалыптасады. Референдум Қазақстанның болашағын айқындайды. Жаңа кезеңге жаңа конституцияны. Жаңа Қазақстанды жаңа реформалармен толықтыру біз үшін өте маңызды. Біз тұрақтылықты, ертеңгі күнге деген сенімділікті қалаймыз. Сондықтан да референдум кезінде белсенділік танытамыз. Біз жастар азаматтық қоғамның белсенді бөлігі ретінде референдумға қатысамыз және қала жастарын белсенді қатысуға шақырамыз.